Индрайвтың дауысы өзгеріп кетті. Что-то ұнамайды маған мұның дауысы. Бүгін ойламаған жерден видео түсірейін деп жатырмын. Шабыт ашылып кетті былай айтқанда. Ауа райы күшті болып тұр. Пробка жоқ. Сонымен үйге бардым да камерамды алып алдым. 2 тапсырыс жасап қойдым уже. 1300-ге біреу, 1700-ге екіншісін сағат 2:30 болды. Обедтен кейін шықтым, обедке дейін үйдің жұмыстарын жасап. Сонымен бүгін көрейік кішкене. Кешке дейін индрайвпен жұмыс істеп. Яндекске шығайын десем, қазір көрсетем. Авойоның жағдайы қандай болып жатқанын. Авойоның жағдайы мынандай. Запчастьлерін алып, майда шүйделерін жасап, сатуға дайындап жатыр едім. Дайындап жүрген кезінде артынан біреу кіріп кетеді ғой, тағы да. Жарты жылда 3-ші рет осындай болып жатыр. Ырым бар ғой ондай. Мерей сенікі емес, егесіне бер деген. Осыны жасап, бұл жолы страховка күтіп жатырық енді. Біраз ұзаққа созылатын болды. Астына плотно шашып тастады, мынаның ішіндегі уплотнитель бәрін. Nissanмен шығайын десем, рейтингім түсіп кетеді. Сол үшін индрайвпен жүрмін. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Сіздер Қазақ такси арнасындасыздар. Арнаның жүргізушісі мен Орынбаев Мерей. Бұл арнада мен өзімнің таксиде жинаған тәжірибеммен бөлісіп жүрмін. Лайфхактармен бөлісіп жүрмін. Арнаға жазылып, реакция қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен үшін ең зор мотивация сол сіздердің лайктарыңыз, комментарийларыңыз. Видеоларым күнге ұзарып бара жатыр да, сол үшін адамдарға ұнамай жатыр ғой деймін. Бүгін кішкене эксперименталды түрде барынша қысқартып түсіруге тырысатын болам. Сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға жауап беремін. Кейбір адамдар ұялады сұрақ қоюға, типа басқалар не ойлайды деп. Үйтіп ойламаңыздар, ұялмаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер. Барлығымыз басында бастаған кезде көп нәрсені білмей бастаймыз. Осы арнаның да бас мақсаты сол сұрақтарға жауап беру ғой, пайдалы болсын деген оймен ашып жатқан арна ғой бұл. Ондай болса, кеттік. Бүгінгі 3-ші тапсырысымды аяқтадым. 1200 теңге подачасы 3 минут. Жолға кеткен уақыт 20 минут. 1200. Әрі қарай кеттік. 4-ші тапсырыс подачасына 2 минут. Жолға кеткен уақыт 12 минут. 15 минут 1000 теңге. Әрі қарай кеттік. Кисловодск, Айнұр, 4-ші микрорайон, Наталья, кеттік. 3 минутта болам. 5-ші тапсырыс подачасын көрдіңіздер. 1 минутта болған жоқ. Жолымыз 15 минуттай болды ғой, 1200 теңге. 6-ші тапсырыс подачасына 10 минутта кетіп қалды. Абай Правданың, егер білсеңіздер, төмен жақтан жоғары қарай кетіп баратқан кезде, оңға қарай не бар, дополнительный. Сол жерде біреулер тупить етіп, 1 минутта өтіп кететін жерде 10 минут тұрдық. Сосын жолына кеткен уақыт 20 минут. В общем, 30 минут кетті. 2000 теңге 6-ші тапсырыс. Так, 7-ші тапсырыс 2000 теңге. Мына кішкене универсал керек болған екен. Сол апорттың парковкасынан, жеті құрдастан шықты да, апорт парковкасына кіре салып, алға басқа алып келдім. Подачасына уақыт кеткен жоқ. Жолымызға 20 минут, кішкене жаман жолмен жүріп келдік. Баланс минусқа кеп кетті. Алға бас жаққа қарай барғаннан кейін заказ біраз уақыт түспей қойды. Сонымен Ақкент жаққа қарай бардым.
Енді біраз 20 минуттай отырып қалдым. Мына бір заказ шықты. Примерно нормально подачасына уақыт кеткен жоқ. Жолына почти 40 минут болды. 2000 теңге. Құры отырып қалғаннан гөрі осы дұрыс қой деп ала салғаным ғой. Ең кішкене центрге қарай жақындау керек еді. Мына тапсырысқа подачасы 5 минут. Жолымыз 7 минут болды, общий 12 минут болды. 800 теңгеге тапсырыс берген екен. Машина отырыпты, сразу отмена жасапсың. Мен айтам, неғып отмена жасадыңыз десем, ой, постоянно отменять ете салыңыз деп айтады ғой дейді. Сонымен ай жарайды деп. Сонымен бүгіндікке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тапсырыс орындап бітірдім. 12.400 теңге болып тұр. Бұл жерден бензинді аламыз, комиссияны аламыз, обедті аламыз. Сонымен соңында есептеймін. Мынандай каратыштерді алуға болады, негізі ше. Шмидт. Желание жоқ. Кульжинский трак дейді. Ойбой. Жердің бір жері ғына. Мұнан алуға болады. Мира дейді. Бір сағат дейма. Рыскулова жан. Бычт пробка отыреді. Тағы бір тапсырыс. Подачасына 5 минут, жолына 10 минуттық заказ. Ойбай, индравердің клиенттер жақсы қапты ғой деп, енді айтайын деп жатыр едім. Алған подачаға пробкамен 6 минут, 7 минуттай келдім. Звондайым, амайт. Бір кезде енді адресіне келіп тұрмын ғой, 352 мектептің жанында. Біраз уақыттан кейін уже платное ожидание басталып кетті. Звондайды. Қаяқтасың деп. Мен магазин бір нәрсе дейді, короче. Мен сіз берген адресте тұрмын ғой десем, все, онда басқа заказ бере салам деп. Ұрсайын дедім да, сонымен қарасам рейтингі 4,5, короче, индрайвте жүріп рейтингі 4,5 болса, уже, короче, понятное дело деген сөз ғой. Қайтадан тұр қазір. Заказ берген 800 деп қопты уже. Бағана 900 болып тұрған. 1000 теңге предлагать етем. Қысқасы. Бар ғой бұндай. Так, мынау заказдың подачасы 10 минут болды. И жолымыз 15 минут болды. 1400 теңге. Бірақ бұның алдында ұзақ отырып қалдым. Аз көрсетем. Тағы бір заказды алып, жарты жолға барып қалған едім. Отмена жасап жіберді. Сонымен мен үй жаққа қарай жақындап қалдым. Заказдардың түрлері ұнамай жатыр маған. Көріп отырсаңыздар 400. Мысалы мына 1580 теңге деп тұр, бірақ километр 70 теңгеден айналып отыр екен. 80 теңге міне. Линияға шыққан уақытым примерно 2 болмай шықтым ғой. Таза линияда жүргеніме 7 сағат болды. 7 сағатта міне бүгінге қараңыздар 14700 теңге. Жаңағы бір кісі отменять етіп жіберді деп едім ғой, салонға отырып сосын отменять етіп жіберді. Сол кісінің 800 теңгесін қосқан кезде 15500 теңге болу керек еді. 15500 теңгеден міне бензин құйдым жаңа 3000 теңгеге. Енді 3000 бензин жаққан жоқпын, бір примерно 2500 теңге бензин жақты мен. 15500-ден 2500 теңгенің бензинін алып тастасақ, ар жағында 13000 қалады. 13000-нан 1000 теңге жаңа кішкене жүрек жалғап алғаным бар. 12000 қала ма? 12000-нан комиссиясын алып тастаймыз. 12,5%. Сол кезде примерно 10.000 ғой, 10.500 теңге ма сондай қалып тұр. 7 сағатта 10.500 теңге. Бүгін өте слабый негізі. 1500-нан төмен болмаса да болады ғой, нормальный ғой, бірақ сонда да кішкене аздау сияқты. Сіздер не ойлайсыздар? Комментарийға жазып кетіңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Видеоға реакция қалдыруды ұмытпаңыздар. Бөлісетін адамдар болса бөлісіп қойыңыздар. Келесі видеода жолыққанша аман есен сау болайық.